Ника құтқаруға, маңызды миссиялар мен шытырман оқиғалар. бір кездері Радужный қаласында Ника деген жедел жәрдем көлігі тұратын. Ол кішкентай, бірақ өте жылдам және епті, ашық сары денелі және екі жағында қызыл жүректері бар еді. Қала тұрғындары Никаны жақсы көретін, өйткені ол әрқашан біреуге медициналық көмек қажет болғанда көмекке келетін. Оның жарқыраған шамдары мен қатты сиренасы адамдарға көмектің әрқашан жақын болатынына сенімділік берді. Жаздың бір жылы таңы, күн енді ғана оянғанда қалада дабыл соғылды. Ника бірден қозғалтқышты іске қосып, сиреналарды жыпылықтады. Бұл жолы аулада ойнап жүрген Лиза есімді кішкентай қызға жүгіруге тура келді. Ол әткеншектен құлаған. Лизаның анасы тез арада ауруханаға қоңырау шалды, ал Ника қоңырауға барды. Ника жол бойымен жарысып, оған достық жол ашқан барлық көліктерді басып озды. Оның сиренасы қатты және анық естіліп, жол бойындағыларға жедел жәрдем өтсін деп ескертті. Тротуардағы адамдар Никаның көмекке асығып бара жатқанын біліп күліп қол бұлғады. Көлік жүргізушілер әр минуттың маңызды екенін түсініп, Никаға жол ашу үшін әрқашан жол жиегіне шығуға тырысатын. Ника Лизаның үйіне келгенде, оны анасы қуанып қарсы алды. Никамен бірге келген дәрігерлер қажетті құрал жабдықтармен көліктен тез жүгіріп шықты. Олар Лизаны мұқият қарап, оның жарасын емдеді. Ника болса кішкентай науқасын қорғағандай қасында тұрды. Лиза өзін жақсы сезініп, тіпті күлімсірей алды. Анасы қызын құшақтап, дәрігерлер мен Никаға тез әрі кәсіби көмек көрсеткен үшін алғысын білдірді. Бірақ Ника кідірмеді, өйткені жедел жәрдемнің жұмысы ешқашан бітпейді. Ауруханаға оралған бойда Ника жаңа дабыл естіп, қозғалтқышты қайта іске қосты. Бұл жолы кәрі ата Иван өз бақшасында құлап, орнынан тұра алмай қалды. Ника желден озып, оған қарай жүгірді. Ол қаланың барлық жолдары мен аллеяларын білетін, сондықтан ол әрқашан ең жылдам жолды таңдады. Ника Иванның үйіне келгенде, оның көршілері жиналып көмектесуге тырысты. Дәрігерлер көліктен тез түсіп, атаға қолдау көрсетіп, орнынан тұруға көмектесті. Олар оны мұқият тексеріп, оның жақсы екеніне көз жеткізді. Иван барлығына көмектескен үшін алғыс айтып, Ника мен дәрігерлерді бір шыны шайға шақырды. Бірақ олар тым бос емес еді, өйткені оларды жаңа сынақтар күтіп тұрды. Бірақ Ника төтенше жағдайда адамдарға көмектесіп қана қойған жоқ. Қаладағы түрлі шараларға да қатысты. Бір сенбі күні Радужныйда денсаулық фестивалі өтті. Алаңға жиналған көпшілік денсаулықтарын тексеріп, спорттық ойындарға қатысып, дұрыс тамақтану туралы дәріс тыңдады. Ника да сонда болды. Ол балаларға алғашқы көмек көрсетуді, дұрыс көрсетуді үйрену үшін интерактивті ойындар ұйымдастырды. Дәрігерлермен бірге салауатты өмір салтының маңыздылығын айтып, жедел жәрдемнің қалай жұмыс істейтінін көрсетті. Балалар Ника мен оның дәрігерлік достарын қуана тыңдады. Олар көптеген сұрақтар қойып, таңғышты дұрыс қоюды, жасанды тыныс алуды, қажет болған жағдайда 911 нөміріне қоңырау шалуды үйренді. Ника балалардың маңызды нәрселерді үйреніп, жауапкершілікке ие болғанына қуанды. Кешке қарай күн көкжиектің артына тығыла бастағанда, Ника моторды қайта іске қосты. Бұл жолы қатты ауыра бастаған Мария есімді қарт әйелге көмектесу керек болды. Ника түн тыныштығын басып озып, үйіне қарай жүгірді. Ника Марияның үйіне келгенде, оны алаңдаушы көршілер күтіп алды. Дәрігерлер тез арада әйелді тексеру үшін үйге кірді. Олар оған алғашқы көмек көрсетіп, бәрі жақсы болатынын айтып, тыныштандырды. Ника кез келген уақытта өз командасына көмектесуге дайын үйдің күзетінде тұрды. Кейде Ника мен оның командасы ерекше қиындықтарға тап болды. Бір күні түнде қалада қатты найзағай ойнады. Найзағай жарқылдап, күн күркіреп, көптеген көшелерді су басты.
Осы кезде Никаға жануарлар панасынан қоңырау түсті. Баспана директоры Олег су тасқыны салдарынан бірнеше малдың басып қалғанын, көмекке зәру екенін айтты. Ника дереу оқиға орнына барды. Су тасқыннан өтіп, су басқан көшелермен жүріп өткенде, ол бұл миссияны ерекше маңызды деп санады. Онымен бірге болған дәрігерлер жануарларды қауіпсіз жерге жеткізуге көмектесті. Олар бірнеше иттерді, мысықтарды, тіпті ағаш түбінде қорқып тығылып жатқан кішкентай енотты құтқарды. Кешке қарай ауруханаға оралған Ника шаршағанымен қатты қуанды. Оны басқа көліктер мен аурухана қызметкерлері күтіп алып, жақсы жұмысымен құттықтады. Ника өз жұмысының маңызды екенін және адамдарға қауіпсіз сезінуге көмектесетінін білді. Ол күн сайын Радужный қаласының жолдарымен жүгіріп, оған мұқтаж адамдарға көмектесті. Ал ризашылықты естіп, қуанышты жүздерді көрген сайын жүрегі қуанышқа бөленетін. Өйткені Ника үшін ең бастысы адамдарға қамқорлық жасау және оларға қауіпсіздік сезімін беру болды. Сондықтан Ника өзінің маңызды миссияларын жалғастырды, әрқашан көмектесуге дайын. Радужный қаласының тұрғындары, егер қиыншылық болса, оларға адал және жылдам Ника әрқашан келетінін біліп, тыныш ұйықтады. Ал олардың бәрі жақын жерде осындай сенімді және қамқор жедел жәрдем көлігі бар екенін біліп, бақытты өмір сүрді.